бірақ та әрине заңсыз активтерді қайтаруға кедергі келтіріп жатыр күштер бар. Кімдер? Ол сол кейбір биліктегі адамдар. Сондықтан да біз онымен күресіп отырмыз. Мысалы кейбір әріптестеріңіз Сайыров, Бәпилер айтады, бұрынғы ескі Қазақстан өкілдері қазір күш жинап, күшейіп жатыр, олардан қауіп бар дейді. Сіз солай санайсыз ба? Иә, ондай қауіп қатерлер бар. Себебі мынандай енді ондай әңгімелерде, тенденцияларда байқап отырмыз. Бұрынғы ескі Қазақстан деген не ол? Ескі Қазақстан деген бұл нақты үзілді кесілді бір догма емес қой. Бәріміз ескі Қазақстанда туылдық, дұрыс қой. Ескі Қазақстанда білім алдық, ескі Қазақстан қызмет еттік, дұрыс қой. Ол мәселе мынада, бұрынғы жүйе, саяси жүйеде, Назарбаевтың жүйесінде қызмет етіп, өсіп, пара алып, қаншама мемлекеттік бюджетке залал келтіріп, сол сияқты қаншама шығын келтіріп, жауапқа тартылмай, қоғамның тарапынан, халықтың тарапынан қаншама сұрақтар туындайды кейбір азаматтарға, кейбір лауазым тұлғаларға. Олар қашқан сияқты Қазақстанға, бірақ та оларға тергеу жасалып отқан жоқ. Тергеу амалдар жасалып отқан жоқ. Түсіністеңізші, кімдер? Енді оларды барлықтарыңыз білеміз. Ол кейбіреу әкім болды, кейбіреу министр болды, кейбіреулер Назарбаевтың жеке отбасы мүшелері. Оның барлығын білеміз. Бірақ та мәселе неде болып тұр? Кез келген уақытта бұл күштер қайттан оянуы мүмкін. Себебі қазіргі біз қабылдап жатқан заңдар, заңдарға олар мүдделі емес. Мысалы қазір біз қылмыстық жолмен табылған қаражаттарды легализациялауға қарсылық білдіру үшін, мысалы қарсылық неғылу үшін қандай тетіктерді енгізіп отырмыз. Енді айналымда 5 миллион теңге обороты бар кезген табыс, ол қаржы мониторингтің несі құрал болады, объектісі болады. Оны субъектілерінде күшейтіп отырмыз. Мысалы, мәмс қорында енгізіп отырмыз қаржылық мониторингтің субъектісінің қатарына. Сол сияқты мен де бүгін ұсыныс енгізіп отырмын. Мысалы айталық, Қазақстан халқына қорын енгізу, қаржылық мониторинг. Себебі қанша миллиардтаған ақшалар жан-жақтан төгіліп отыр, оны ешкім тексеріп жатқан жоқ. Не болмаса, жасыл даму, утиль сбор, утиль алым бар ғой. Жасыл дамудың жұмысын кім тексеріп отыр? Жасыл утиль сбордың түскен алымдар, әрбір көліктің түскен алымдар, оны ешкім тексеріп жатқан жоқ. Не болмаса, мысалы айтақ, ертісі, единый расчетный центрлер. Жоқ, онда ешкім тексеріп жатқан жоқ. Не болмаса, сол активтерді қайтару ТО-сы бар. Онда ешкім тексеріп жатқан жоқ. Сондықтан да менің үзілді, немесе Астана хаб деген цифрлық өзі хаб байланысты заң жобаны қабылдадық. Ешкім оны тексеріп жатқан жоқ. Сондықтан да үзілді кесілді тексеру туралы, оның қаржылық мониторингтің субъектісі кіргізу туралы мен ұсыныс жасадым. Міне өйстіп біз заңнаманы күшейтіп отырмыз, қадағалауды күшейтіп отырмыз. Ол кімге ұнамайды? Ең біріншіден жеп үйренген, ұрлап үйренген, сол кландармен, сол министрліктерде, комитеттерде өзінің адамдарын отырысып қойған, тендерлерді өздері шешеді, сатып алуды өз шешеді, рұқсат беруді өз шешеді, және кейбіреуі министрлерге де бағынбайды. Түсінесіздер ме? Сондай да болады. Ойлап жатсыздар ма, министр барлығын өзінің саласын бәрін басқарып отыр. Кейбір салаларда кәдімгідей кландар отырып алған. Ол кландардың қолында қаржы да бар, ықпал да бар, рұқсат беру де бар. Ол кландар қажет десеңіз, кейбір кландар қазіргі біздің саяси жүйеге де тәуелді емес. Ол кландар ескі Қазақстан. Олар кландарды кезінде ескі Қазақстанның жаңағы сол өкілдер қалдырып кеткен. Сол кландар соларға жұмыс жасап отыр. Міне солар оянып кетуі мүмкін.